Қайырлы күн, құрметті біздің көрермен. Арнамыздың төрінде жаңа Айдар маманның кеңесі. Айдарымыздың мақсаты жастар арасында мемлекеттік бағдарламалар түсіндіру, олардың тиімділігі туралы ақпарат беру. Ендеше алғашқы түсірілімге арқау болған тақырып дипломмен ауылға бағдарламасы. Дипломмен ауылға бағдарламасының мақсаты, міндеті, жалпы бағдарлама жастарға не береді? Осының төңірегінде сұрақтарға маманның кеңесіне құлақ түрейік. Ендеше Айдарымыздың қонағы Түпқараған аудандық экономика және қаржы бөлімінің бас маманы Төлеумағамбетова Нұршат Манарбекқызы. Нұршат, біздің Айдарымызға қош келдіңіз. Қош көрдік. Айдар аясында осы дипломмен ауылға бағдарламасы туралы сөз қозғайтын боламыз. Сізге алғаш сұрақ, бағдарламаның мақсаты, міндеті туралы айтып өтсеңіз. Жалпы енді бағдарламаның міндеті айта кетсек, мына жастарды ауылдық елді мекендерде орналасқан білім беру, денсаулық, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт, ауыл шаруашылық кешен және ауылдық округтерді, кенттердің әкім аппараттарындағы бас мамандарды ауылдық елді мекендерге тарту болып табылады. Енді жалпы мына тұрақты мамандарды, жас мамандарды ауылдық елді мекенге тұрақтандыру болып есептеледі. Жалпы бағдарламаға кімдер қатыса алады? Жас айырмашылығы, санаты бар ма жалпы? Жас айырмашылығы, санаты болмайды. Жаңа айтқандай, ауылдық елді мекенде орналасқан білім беру, денсаулық, әлеуметтік қамсыздандыру, сосын агроөнеркәсіптік кешен, елді мекендерде әкім аппаратындағы бас мамандар қатысады. Жалпы бағдарламаға қатысу үшін қандай құжаттар қажет? Құжаттың несі жоқ, ондай қатты көп емес. Дипломы, білімі туралы. Сосын енді несін, өтінішін халыққа қызмет көрсету орталығында тапсырады. Сосын еңбек кітапшасына көшірмесі. Жұмысқа орналасқан. Ендеше осы бағдарлама біздің Түпқараған ауданында бірнеше жылдан бері жүзеге асып келеді ғой. Осы аудандағы жүзеге асу қарқыны туралы айтып өтсеңіз. Жалпы мына бағдарламаның, дипломмен ауылға бағдарламасы, ол 2009 жылдан бастап келе жатыр. Яғни, бұл 20 жылдай болып қалды деп есептеуге де болады енді жалпы. Сондықтан барлық ауданға келген мамандар, барлығы 507 маман келіпті. Сол жылдар санағанда да, ол бүйтіп жігі-жігіне бөлінеді. Білім саласына мысалы 435 маман, денсаулық саласынан деп. Айта кетсем де болады. Жалпы қазір бізде неде бар ғой, қолымызда. Білім саласы бойынша 435 адам алған, денсаулық саласы бойынша 61 маман алған, мәдениет саласынан дейтін 8 маман алған, агроөнеркәсіптік кешен бойынша 1 маманымыз бар. Жалпы сондай мамандарға бөлінеді. Енді айтып отырық қой, бұл жастарға арналған бағдарлама депті. Жалпы бұл бағдарламаның жастарға берері қандай, не береді? Жастарға болғанда мына жалпы жас мамандар қағида бойынша негізі қажеттілік тізбесі бекітіледі жалпы бағдарламада. Именно осы ауылдық елді мекендерге қажетті мамандарды бір жолғы көтерме жәрдемақымен қамтимыз. Сосын тұрғын үйге үй сатып алуға болады, бюджеттік несие беріледі. Енді кеп-кеше келген жас маманға 100 өмірбақ айлық есептік көрсеткіштің өзі қарайған ақша, мысалы, бір жолға. Оны сосын тұрғын үй сатып алу үшін берілетін бюджеттік несиенің көлемі 1,5 айлық есептік көрсеткіш. Ол да мысалы 4 миллионның үстінде жеңілдік. Бұлар үй сатып алады, үй сатып алған енді бөліп тұрады, бюджеттік несиені өтейді. Бірақ енді аттарында үйлері болады, тұрғылықты жері болады, жұмыс орны болады. Сондықтан жастарға деген ол тиімді көмек деп ойлаймын. Мысалға, оқу бітіріп, ауылға келген жас маман біріншіден жұмыспен қамтылады, екіншіден баспанамен қамтылады, және сол жұмыс жасау арқылы өз қаражатына баспанасының жаңағы несиесін төлеп отырады. Бұларға қазіргі таңда таптырмайтын тиімді бағыт дейміз ғой. Енді жаңа біз айтып кетіп жатырық қой, дипломмен ауылға білім саласы, мәдениет саласы деп. Жалпы бағдарламаға қандай сала мамандарының қатысуы басым? Көбіне қандай сала мамандары қатысады? Мана айта кеткендей, бізде енді аудан бойынша басым бөлігі білім саласы.
білім саласы болып тұр. Ұстаздар. Ұстаздар қауымы. Демек, ауылға келіп жатырған ұстаздардың жыл сайын саны артып келеді. Саны артып келеді, себебі дейтін жылдан жылға мектептерімізде ашылып жатыр, сондықтан қажетті мамандармен қамтамасыз етіліп тұр. Биылда мысалы айта кетсем болады, биылда қаражаттар қаралып тұр. Жаңа бір жолғы көтерме жәрдемақының да қаражаты қаралып тұр. 47 маманға кредитке, бюджеттік несиеге 16 маманның ақшасы уже бюджет несінде тұр. Жайлап 6 айдың орындалысымен айта кетсем, бюджеттік несиеінде 4 маман уже алып, ақшасы толықтай игеріліп жатыр. Бүгінгі таңда осы бағдарлама аясында қанша маман ауданда қызмет етіп жатыр? Енді мына айтып отырық қой, бағдарламаның талаптары бар. Бағдарламаның талабы бойынша мына келген маман сол ауылдық елді мекенде бастарында бағдарлама басталған 5 жыл еді тұрақтауы. Қазір 3 жыл болып өзгертілді. 2014 жылдың 6 қарашасынан бастап. Енді қазір өзіне міндеттеме алады. Сол елді мекенде орналасқан бір мектепке болсын, денсаулық саласы болсын, соған 3 жыл жұмыс жасау керек. 3 жыл жасағаннан кейін өндірісі жағдайға байланысты жұмыстан ауысқан жағдайда істенеді. Ақшасы қайтарылмайды. Жалпы бірақ бағдарламаға қатысушы 3 жыл мерзімде жұмыс жасау керек осы ауданда. Рахмет. Енді жаңа осындай тиімді бағдарламаның нақты мерзімі бар ма? Бағдарлама енді айтқандай 2009-дан бастап келе жатыр. Әлде де жалғасады. Әлде де жалғасады деп ойлаймын. Себебі келесі 22-24 жылдарға да біз жоспар ұсынып қойдық жалпы. Осы бағдарлама бойынша. Басқармаға. Себебі сонда бұл дипломмен ауылға бағдарламасы бойынша бізде сұраныс бар, иә? Сұраныс бар, қажетті. Жылдан жылға арта түсуде. Рахмет сізге, Нұршат Манарбекқызы. Енді аталған бағдарламаның тиімділігі, артықшылығы, жалпы кімдер қалай қатысады, қандай құжаттар жинауға болады, қайда баруға болады, барлық қойылған сұрақтарға жауап бердіңіз. Осы біздің жаңа айдарымыздың алғашқы қонағы ретінде осы жерге келіп сұхбат бергеніңізге, уақытыңызды бөліп келгеніңізге рахметімді айтамын. Қымбатты біздің көрермен, айдарымыздың келесі жұмасында кездескенше сау саламатта болыңыз.